Annyeonghaseyo, 여러분, сәлем достар. 2021 жылдағы топ 50 дорамалардың екінші бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Мен үнемі айтатын бір сөз бар: егер корей тілін үйреніп жатқан жастар болса, дорамаларды қосымша көріп жатсаңыз, субтитрмен немесе оригинал нұсқада көріңіздер деп айтушы едім, яғни олай көрген сіздердің тыңдау қабілеттеріңізді арттырады. Және осы бөлімдегі соңғы 10 дорама ең үздік рейтингті дорамалар. Сол себепті соңына дейін көріп, өз ойларыңызды комментарийге қалдырып отырыңыздар. Мой сосед Кумихо немесе пугающее сожительство. Дорамада Лидам деген жас студент қыз 1000 жылдық профессор кейпінде жүрген Кумихоның түймесін жұтып қояды. Сюну болса, ол түймеге нағыз шынайы адам болу үшін энергия жинап жүрген. Енді бір жыл ішінде түймені ала алмаса, Лидам мерт болады, ал Сюну болса ешқашан адам бола алмайды. Сол себепті Кумихо Лидамға бірге тұруға ұсыныс білдіреді. Енді олар бұл қиын мәселені шеше ала ма? Әрине, дорамадан көріп біле аламыз. На пути к небесам. Басты рөлдегі Гуру деген аутист бала әкесімен Move to Heaven деген мерт болған адамдардың заттарын жинаумен айналысатын әкесінің фирмасында бірге істейді. Бірақ оған қамқоршы ретінде түрмеден шыққан Чо Сангу деген ағасы келеді. Сырттай суық мінезді және бұрын жекпе-жекпен айналысқан Сангу аутист інісімен Move to Heaven мерт болған, яғни адамдардың қалған заттарын жинаумен айналысатын жұмысты екеуі бірге ары қарай жалғастырады. Көп жаттар осы қызық таныстықтан кейін басталады. Влюбленность. Бұл дорамада Чосон дәуірінде баяндалатын екі әпкелі інілі егіздер жайында айтылады. Лихви деген қыздың сыңары ұл болып туылғасын, ол өскен кезде таққа отырып ханзада болу керек болады. Сол себепті кішкентай Лихвиді туыла салып өлтірмек болады. Бірақ анасы қызының өмірін сақтап қалып басқа жаққа жібереді. Бой жеткенде Лихви сарайда қызмет етіп жүреді және өз бауырын өзіне қатты ұқсағасын көріп таң қалады. Сол үшін олар бір-біріне ұқсағандықтан орын ауысып жүрмек болады. Сол арада шын ханзаданы өлтіріп қояды және Лихви амал жоқтан бала кейпінде жүріп ханзада болып жүруіне тура келеді. Красный манжет рукава. Дорама өзімшіл Лисан деген ханзада және еркіндікті жақсы көретін сарай қызметшісі Сон До Ким деген қыз жайында. Лисан патша болу үшін жан-жақты оқып үйренеді екен, ал Сон До Ким көңілді және қайсар мінезді, заңға бағынғысы келмейтін жас қыз. Бірақ екеуі қаншалықты бір-біріне қарама-қайшы болғанымен де бір-бірін ұнатып қалғаннан кейін бәрі өзгереді. Олар махаббатқа немесе ақылға жүгіне ме? Дорамадан біле аламыз. Черисан. Дорама оңтүстік Кореядағы ең биік таулы аймақтағы Черисан деген ұлттық саябақтың құтқару қызметшілері жайында. Әр басты рөлдегі адамның Черисан тау етегінде болуының өз хикаясы мен құпиялары бар. Соиган тәжірибелі құтқарушы. Оның қасына көмекші әріптес ретінде жаңадан келген Кан Хён Джо келеді. Ол жоғалған адамдарды көре аламын деп айтып отырады. Сол уақытта ел арасында белгісіз біреу адамдарды тауда өлтіріп кетеді деген қауесет тарап кетеді және өлімдер саны да күрт көбейіп кеткен болатын. Бұлардың болуы таудың бұрыннан келе жатқан өз құпиялары бар екендігін дәлелдеді. Тайный новый королевский инспектор. Дорамада басты рөлдегі Сон Икён өте ақылды, бірақ уайымсыз өмір сүретін бала. Осы мінезімен ол жаңа құпия сарай инспекторы болады және адал емес заңсыз жүретін шенеуніктерді ұстаумен айналысады. Икённың қасында Хон Даим деген әдемі инспектормен бірге серіктес болып жұмыс істейді және олардың қасында қарапайым, бірақ көп сөйлейтін Пак Джун Сэм деген көмекшісі болады. Осылайша олардың қызық оқиғалары басталады. Дядя Ван Джун Хи және оның 12 жасар баласы екеуі ауыр соққан ажырасудан кейін кішкентай жалдамалы пәтерде тұруға мәжбүр болады. Джун Хи уақытша ұлын тағыстыра алмасын деп нашар тұратын музыкант ағасына қалдырады. Олардың жанында әдемі үйлерде тұратын бай адамдар оларға менсінбей қарап жүреді. Дорамада бай мен кедей арасындағы әділетсіздік тақырыптары да қозғалады. Қызық болады деген сенімдемін. Зов Ада. Фантастикалық бұл дорамада бірнеше күн ішінде елде хаос орнайтын әлемді көрсетеді. Өлуіне бірнеше сағат қалар алдында адамдардың басында олардың мерт болатын уақытын айта беретін сөздерді естиді. Көздеріне ақыл есін кетіретін қорқынышты көріністер көріне береді. Қанша қашса да аман қала алмайды. Ол құбыжықтар, тозақтан келген елестер адам жанын әкететін ит кейпінде де көрінеді. Барлығы не үшін болып жатқанын түсіндіретін адам келмегенше осылай жалғаса береді. Осылайша Құдай өзінің бар екендігін көрсетіп, енді елді күнәһарлардан тазартып жатыр деп айтады. Майон немесе Голубой камень. Бұл дорамада 3 мықты амбицияға толы әйелдер жайында айтылады. Со Хи Су бұрын танымал актриса болған, бірақ Хан Джи Йон деген бай дәулетті кісіге тұрмысқа шыққаннан кейін актриса карьерасын тоқтатып қояды. Чо Со Хён Хан Джи Йонның ағасының әйелі. Оның қарапайым қызметші қызды ұнатып қалған ұлы бар және соңғы Кан Джи Гён Хан Джи Йонның алғашқы махаббаты және олардың Со Хи Су тәрбиелеп отырған ортақ баласы бар.
барлығы бір-бірімен байланысқан және әр қайсының өз құпиялары да бар. Зеленая весна вдали. Дорама 3-ші курста оқитын Йо-Джун деген баланың айналасындағылар жайында айтылады. Ол сымбатты, бай дәулетті және өзіне сенімді жігіт. Оның артынан қаншама қыз жүгірсе де ара қатынаста болғысы келмейді. Университетте берілген ортақ проект барысында ол Нам Су Хён деген өмірінде қиыншылықтары бар баламен танысады. Нам Су Хённың бірнеше жерде жұмыс істейтін жерлері бар және сол арқылы отбасын бағып отыр. Және университетке Собин деген жас қыз келеді. Және ол қыз өзімшіл Йо-Джунға ұнап қалады. Жастардың өмірі баяндалатын дораманы соңына дейін көріп біле аласыздар. Майская юность. Бұл дорамада 1980 жылдары болған екі ғашықтың махаббат хикаясы жайында баяндалады. Хван Хитэ Сеул ұлттық медицина колледжіне түскен Кванжу қаласының мақтаныш тұтатын жігіттерінің бірі. Бірақ колледжге түспей тұрып, ол ата-анасының айтуымен кездесуге барады. Ол жерде Хван Хитэ ата-анасынан бөлек шығып кеткен жалғыз тұратын Ким Мён Хи деген медбике қызбен танысады. Мён Хи Сурён құрбысының сұрауымен Сурённың атымен кездесуге шыққан болатын. Бірақ жастар бір-біріне ғашық болып қалып, 1980 жылдары мамыр айында Кванжу қаласында демократияға шақырудағы көтерілістер басталып кетеді. Екі жұптың тағдыры не болып аяқталады, әрине дорамадан көріп біле аласыздар. Подснежник. Бұл дорама Майская юность дорамасындағыдай демократиялық көтерілістер кезінде болған оқиға, бірақ 1987 жылы демократиялық биліктің орнына авторитарлық басқару жүйесі келеді. Жас аспирант Им Су Хоны сол көтеріліс шерулерден кейін қыздарға арналған жатақханадан Ун Йон Ро деген студент қыз тауып алады. Бірақ уақыт өте келе Су Хоның шынайы бет бейнесі ашылады. Оған қарамастан екі жұп бір-бірін ұнатып қалады. Кореяның сол ескі біздің елдегідей көтеріліс болған жылдарын білгіңіз келсе, міндетті түрде осы дораманы көруге кеңес беремін. Мудрая жизнь в больнице 2. Бұл дораманың екінші сезонында да ауруханада жұмыс істейтін 5 достардың өмірлері мен жұмыстары жайында айтылады. Олар тағы да өзінің жеке өмірі мен жағдайларға қарамастан басқа адамдардың өмірін құтқаруға тура келеді. Және тек жұмыстағы проблемаларды емес, коллектив арасындағы түсініспеушіліктер де қозғалады. Кейде дәрігерлер мүлдем үміт жоқ деп ойласа да, бар қиындыққа қарамастан жұмысын әрі қарай жалғастырады. Адам өмірі үшін дәрігерлердің қалай күресетінін көрсететін осы ерекше дорамадан көріп біле аласыздар. Школа 2021. Дорама сюжеті арнайы мамандырылған мектепте оқитын оқушылар жайында айтылады. Гон Ким Джун бұрын таэквондомен профессионалды түрде айналысып жүрген, бірақ жарақат алғаннан кейін таэквондоны тастап мектепте оқып, қосымша жұмыс істеп жүруге мәжбүр болған жігіт. Джин Джи Вон өзіне сенімді, амбицияға толы қыз. Чон Йон Джу басқа оқушылар одан қорқатын студент. Дорамада басқа да қызықты сюжеттер мен персонаждар бар. Әр қайсының хикаялары мен арман мақсаттарын дорамадан біле аламыз. Тень красоты. Бұл сериал Гуэ Джин деген оқушы қыз жайында. Мектепте оны мен сенбей әдемі емессің деп үстінен күліп жүреді. Гуэ Джиннің мектепте жалғыз ғана досы болады, ол Ли Джин Сон. Тек Джин Сон ғана оған қамқорлық танытып, сүйкімдісің деп қолдап жүреді. Бірақ Джин Сон да Гуэ Джиннің үлкен құпиясы бар екендігін білмейді. Үйіне келе салып Гуэ Джин өзіне макияж жасап, парик киіп, суретке түсіп, суретті фотошоппен өңдеп, Джинни деген атақты инстаграм-блогерге айналады. Өзінің құпиясын және екінші жүргізетін өмірін қаншалықты құпияда ұстай алады. Сюжеті өте қызықты мини-дорама. Міндетті түрде көріп шығыңыздар. Теперь мы расстаемся. Менің сүйікті актрисам Сон Хё Йонның ұзақ уақыттан кейінгі камбэк ретінде түскен бұл сериалында Хё Ха Йон Ын деген қыздың рөлін ойнайды. Йон Ын тек жұмысында өсіп көтерілуді ғана армандайды, ал жеке өмірін екінші планға қойған. Бірақ танымал фотограф Юн Джи Гук оның назарын аударады. Екеуінің ортасындағы махаббат жақсы өрбіп келе жатқан кезде екеуінде де айырылысуға тура келеді. Бірақ соңы не боларын дораманы толық көріп біле аласыздар. Сон Хёге өз рөлін әдеттегідей жоғары деңгейде ойнап шыққан. Счастье. Дорама сюжеті Юн Сабом деген жаңа квартираға көшіп келген қыз жайында. Бірақ бұл тұрғын үй кешенін елде жаңа инфекционды вирус пайда болғаннан кейін қоршауға алып қояды. Детектив Чон И Хён Юн Сабомның мектеп кезіндегі алғашқы махаббаты болған. Ол да осы тұрғын үй кешенінде вирус кезінде қамалған болатын. Басты рөлдегі екі жұптың қиын мәселесі шешіле ала ма және басқа тұрғындарда аман қала ма? Әрине бұл жоғары рейтингті дораманы да көруге міндетті түрде кеңес береміз. Миф о Сизифе. Басты рөлдегі Хан Тэ Суль тапқыр инженер-программист. Ол машина жасау саласын жоғары әлемдік деңгейге жеткізген. Алайда ағасының өлімі оны әлсіретіп жібереді. Бірақ 10 жылдан кейін бауырының өлімі жайында ол сенгісіз ақпаратқа ие болады. Және ол Кан Со Хэ деген жекпе-жек өнерін жақсы меңгерген, қару-жарақпен қолдана алатын, экстремалды өмір сүретін ерекше қызбен танысады.
әлемді қауіпті апаттан аман қалу үшін екеуі уақытқа саяхат жасайды. Дьявольский судья драма сюжеті альтернативті Корея жайында, яғни елде хаос пен билікке сенімсіздік орын алған жайттар қозғалады. Сол үшін елде шоу ретінде сот эфирге шығады. Кан Юхан осы реалити шоудағы басты төреші, ал қазылар алқасы қарапайым халық болады. Олар тек телефондағы арнайы қосымша арқылы дауыс беріп отырады. Өзінің рағымсыздығы үшін Кан Юхан судья дьявол деген атаққа ие болған. Оған Чон Сона деген ең төменінен бастап корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің негізін қалаушы ретінде көтерілген қыз қарсы шығады. Және кішкентайынан бірге өскен жаңа Ким Га-вон деген төреші мен Юн Су-хён деген полиция қызметкерлері Йоханның құпияларын ашуға тырысады. Королева Черин. Өкінішке орай бұл сериал тарихты қорлау деген айыппен енді эфирге шығарылмайтын болды. Бірақ жоғары рейтингке ие болған бұл драма Чон Бон Хван деген табысты адам жайлы. Ол Ақ үйде шеф-повар қызметінде жүріп, бір инциденттен кейін белгісіз жағдайға байланысты Чосон дәуірінде Чорин деген ханшайымның денесінде оянады. Осы жағдайға байланысты аман қалу үшін Бон Хван айналасындағылары жайында жақсырақ білу қажет болады. Чорин ханшайымның күйеуі Чол Джун патша болады, бірақ шынында елді алдыңғы патшаның әйелі басқарып отырған болады. Және Чол Джун патшаның да өз жасырған құпиялары бар. Шиеленіскен оқиға немен аяқталатынын сериалды соңына дейін көріп біле аламыз. Мыш. Жоғары рейтингті бұл драма сюжетінде оңтүстік Корея жұртын қауіпті кісі өлтірушілермен жошытқан өлімдер көбейіп кетеді. Жас және мейірімді Чон Барым деген полиция қызметкері аяусыз кісі өлтірумен жолыққасын өмір мүлдем өзгереді. Оны аға серіктесі тәжірибелі детектив Го Му-чи сол адамды ұстау үшін бәріне де бармақ болады. Сериалда адам туылмай тұрып, ұрықта оның өскенде психопат болу-болмауын анықтайтын әдіс бар екендігі жайында да айтылады. Интригада ұстап отыратын драманың соңы не боларын міндетті түрде көріп біле аласыздар. Приморская деревня Ча-Ча-Ча драмада Хандушик деген жас жігіт жайында айтылатын әдемі локацияларға толы көңілді драма. Кішкентай қалашықта шеф-хон аталып кеткен жігітті бәрі оның жауаптылығы мен бәріне әрдайым көмектесіп тұратындығы үшін өте қатты сыйлап құрметтейді. Шеф-хонның тұрақты жұмысы жоқ, бірақ қолынан барлық нәрсе келетін жігіт. Және ол қалашыққа келген Юн Хеджин деген стоматолог қызбен танысады. Хеджин өз стоматологиясын ашып, сол жерде өмір сүретін болады. Бірақ Душик пен Хеджин екеуі бір-біріне мүлдем қарама-қайшы жандар. Алайда сонда да екеуі уақыт өте келе тіл табысып кетеді. Соңғы айтатын үш драманы бүкіліміз білетін шығармыз, сонда да сюжеттерін айтып өтейін. Винчеца. 8 жас кезінде Пак Джун Хёнды итальяндық отбасы асырап алады. Сол уақыттан бері ол Италияда тұрып, ержеткен кезде Винчеца Кадзана деген атпен мафия адвокаты болады. Сырттай қарапайым және сабырлы болып көрінгенмен аяусыз кек алуға дейін бара алатын мінезі болады. Мафиозды ортадағы соғыстан кейін оған оңтүстік Кореяға оралуға тура келеді. Мұнда адвокат Хон Джо Йон деген қызға ғашық болып қалады. Және олардың қасында қопалдау стажер Чан Жуи болады. Криминалды жанрдағы сериалды көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде көруге кеңес береміз. Пентхаус 3. Көптен бері асыға күткен 3-ші бөлімнің соңы ешкімге ұнай қоймағаны бәрімізге белгілі. 3-ші бөлімде бәріміз жанкүйер болған Сүмсүрен жеңіске жетті деп ойлаушы едік. Себебі қатыгез күйеуін жеңіп, тыныш өмір сүре алушы еді. Бірақ қамауда отырып та Джуданты Сүмсүренға қастандық жасайды. Және бұл бөлімде барлығын мазалаған сұрақ Логан тірі ме, сол жайында біле аламыз. Және драмадағы басқа персонаждардың жағдайы не болатыны осы бөлімде шешіледі. Соңғы бөлімді көрмегендер бар болса, міндетті түрде көруге менен кеңес. Граф Кальмара. 2021 жылы әлемдік деңгейге танылған бұл сериалды үлкен де кіші де бәрі көрген болар. Netflixте ең үлкен қаралым жиналған бұл драма әрине бірінші орынға қойдық. Сонда да сюжетін айтып өтейін. Адамдар қазіргі таңда расымен де ақша үшін бәріне баруға дайын. Бірақ бірнеше адам ғана өміріне қауіп төнсе де $40 миллион алуға осы Граф Кальмара деген аяусыз ойынға қатысуға бел буады. Әрине олар өмірден түңіліп үмітті қалмаған адамдар. Басты рөлдегі Кихун экономикалық кризистен кейін жұмысы болмағандықтан осы ойынға қатысады. Кихунның жақын досы Сану да қарызға белшесінен батқандықтан дәл осындай жағдайда. Және бәріміз білетін басқа да персонаждардың 6 ойыннан қалай өтіп, кім жеңіске жетеді, қандай құпиялар ашылады, қандай сұрақтар жауапсыз қалады. Әрине 9 сериялық драманы соңына дейін көріп біле аламыз. Достар, міне байқағандарыңыз бар болса, бір жылдың ішінде Кореяда барлық жанрдағы фильмдер мен сериалдар шықты. Экономикалық тақырып, тарихи оқиға, ұлттық құндылықтары, фантастика, романтика, ужасы, триллер, комедия және тағы басқа жанрдағы сериалдар шыққан екен. Қарап ескергендеріңіз бар болса, 2 сериал соңғы біздің елде болған жағдайға ұқсас тақырыптарда қозғалды. Енді біздің елімізде ең жоғары деңгейлерге көтеріле бастайтынына сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аньон.